120 адам мына автобустар арғы бетінде тағы 2 автобуста, в общем, Сауд Арабиясында азан кешегі азанғы күннен бері уже қамалып отырып, бір күннен бері. Ассалаумағалейкум. Құранды ұстап тұрып, кім өтірік айтып отыр? Бір Аллах деп жүрем деп, қазір Түркияны пана етіп жүрген экс-депутат Бекболат Тілеухан ба, әлде қажылыққа апарам деп 1300 адамды алдаған Медет Мұратбайұлы ма? Кімдікі рас, кімдікі жалған? Кімге сенеміз өзі? Осындайда Ринат Зайтовтың айтқаны рас па деп қаласың. Көрген дұрыс, көрермені сізге бұны көрген дұрыс. Біздің арнаға қосыл, лайықты деп лайкта баса кетіңіз. Пікір қалдырсаңыз тіпті жақсы. Яғни туризм басқармасынан тіркеуге 100 миллион теңге, яғни мұқтажға лицензия алу, 20 миллион теңге туризмге тіркелу. Сонымен, осы аптада 245 адамды қасиетті мекенге арзан бағада қажылыққа апарамыз деп алдап, ақшасын қалтаға басты деген Каусар Travel Tour фирмасының жетекшісі сотталды. Ендігі алаяқ атанған Медет Мұратбайұлы 6 жылын қараңғы қапаста өткізеді. Бірақ Медет суға жалғыз батпайым деп отыр. Сыбайласы ретінде анау-мынау емес, аты дүйім жұртқа мәшһүр Бекболат Тілеухановты атады. Бизнестегі ағаң, мүфтияттағы жағаң болам депті. Осы шыққанда сонау Қара теңіз жағасынан экс-депутат Бекболат Тілеухан ешқандай Каусар Тревелға қатысым жоқ. Медет дегеннің жер бетінде бар екенін де білмеймін деп әлеу желі арқылы сәлем жолдаған еді. Тіпті Құран кітабын қолына алып, ант суында ішіп отыр. Валлахи, биллахи, таллахи. Аллахтың атымен ант етемін. Мен ешқандай Каусар Тревел дейтін фирманың бар екенін білгем жоқпын. Одан соқыр тиын ақша алған жоқпын. Жер бетінде оған дейін осы Медет Мұратбаев дейтін адам бар екенін білсем, Құдай мені тапсын. Бір қызығы турфирма директоры да Құранды ұстап шырылдап шындығымды айттым деп соттағы тордан сығалап отыр. Құқылғының қамын ойлап, қасиетті мекенге баратын қажылардың ақшасын жымқырып, Құдайдың кітабын ойыншыққа айналдырған сонда қайсысы? Ол кісі әлеуметтік желіде қазір көрсетуде, яғни Құран кітабын ұстауда, басқа дүние жасауда. Алайда ол жерде жалпы қорғаушымда қатысқан болатын, Құран кітапты мен де ұстаған болатын, мен де ант еткен болатын. Заманның азғаны ма, қазір әйтеуір адамдар қасиетті мекенге апарамын деп шетінен алдауға көшкен. Каусар Travel деген бір турфирманың өзінен алдандық деп 1300 адам арыз түсірсе, зардап шеккен 245 адам екен. Олардан алынған ақша 254 миллион теңгеден асады. Алайда қажылар сапар кезінде ешқандай қонақ үй алынбағаны жайлы біледі. Амалсыздан мешітке түнеуге мәжбүр болды. Меккеге барып, сан соғып қалғандар әлеуметтік желіге видео жазбаларын жіберген болатын. Оған басқа турфирмалар көмектеседі. Қонақ үйлеріне жайғастырып, елге қайтуына жәрдем береді. Шымкент қалалық қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты Каусар Travel компаниясының директорына үкім шығарды. Медет Мұратбайұлын 6 жылға бас бостандығынан айырды. Сотта сөз алған Медет Бекболат Тілеухан жайлы тың ақпаратты жайып салды. Оның сөзінше компанияның 522 миллион теңгесін, өзінің 328 миллион теңгесін Бекболат Тілеуханға берген. Ақша аударымы болған растайтын банк құжаттары да барын айтып отыр. 522 миллион теңге, яғни компания қаражаты Бекболат Тілеухан мырзаға берілді. 128 миллион теңге менің қаражатым жеке ол кісіге берілді. Айыпталушылардың сөзінше Бекболат Тілеухан бұл компанияны 1 жылдан астам уақыт демеп келген. Бірақ судья айыпталушы іс бойынша Бекболат Тілеуханның атын атағанымен оны айыптауға дәлел келтіре алмады дейді. Дегенмен Медет шынымен де осынша қаражатты Бекболатқа аударғанын дәлелдесе, бұрынғы экс-депутатқа тықыр таянуы мүмкін. Бұған дейін Бекболат Тілеухан әлеуметтік желіге Құран ұстап тұрып, Каусар Travel компаниясына ешқандай қатысы жоғын айтты. Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайтыны тағы бар ғой. Осыған дейін халықты сендірудің бірнеше тәсілін қолданып жүрген Бекболат Тілеуханға сенуге боламы өзі? Тіпті арнайы өтірік анықтайтын аппаратта намазымды қаза жібермеймін деп бір сүрінгені елесінде болар. Турфирманың басшысы Медет, ағама сеніп қалдым, керек болса мен де Құран ұстап ант беруге дайынмын депті. Кейінгі кезде дін терісін жамылған қасқырлар көбейіп кетті. Оларға тіпті қасиетті Құранның қадірі жоқ. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Кімнің өтірік айтып, кімнің шындықты айтып отырғаны әлі анықталар. Осы орайда дінге берік адамдардың осындай әдіске көшіп жатқанын көргенде, Ринат Зайтовтың алаяқтық жасап жүргендердің 80% намаз оқитындар дегені нағыз шындық па дейсің? Мен сізге факт айтайын. Қазақстанда жасалып жатқан алаяқтықтардың интернет басқа 80%-ын жасап отқан қауым намаз оқитын қауым. Өтірік десе бетіме бассын. Тіпті қарапайым базарға барыңыз, басқа жерге барыңыз.
біреу сақалын сипап тұрады, біреу былай тұрады. Алла деп тұрып, адам алдап жатыр. Осыны түзетсін онда. Дінге жанашыр адамдар. Деуінде дау, Ринаттың бұл сөзі әлеуметтік желіде желдей есті. Бірақ бұл өз алдына бөлек әңгіме.